Баршаңызға сәлем достар. Бүгін аш қарынға су ішудің 7 пайдасы туралы айтатын боламын. Таңертең тамақтан бұрын аш қарынға жылы су ішкен дұрыс. Ұйқыда жатқан ағзаны оятып, асқазан жұмысын тамақ қорытуға дайындауға жақсы әсер етеді. Аш қарынға су ішудің бұдан басқа қандай пайдалары бар, соны қарастырып көрейік. Ағзаны тазалайды. Адам ағзасы түнде өзін-өзі қалыпқа келтіріп, токсиндерді сыртқа шығарады. Ал таңертең аш қарынға су ішкен кезде ағзаның өзін-өзі тазалау процесін белсенді жүргізуге көмегі тиіп, зиянды қалдықтар дәретпен, термен бірге сыртқа шығады. Одан бөлек су бұлшықет пен қан жасушасына көмектеседі. Зат алмасым жақсарады. Су адам ағзасындағы зат алмасымының тез жүруіне әсер етеді. Неміс ғалымдарының айтуынша, аш қарынға ішкен су зат алмасымын 24%-ға дейін жылдамдатады екен. Ал зат алмасым өз кезегінде ас қорыту жүйесін жақсартып, арықтауға көмектеседі. Бір айта кетерлігі, суды жылыда ішкен жөн. Асқазандағы қыжылды басады. Асқазанда қыжыл көбейсе, ас қорыту бұзылуы мүмкін. Ал аш қарынға жылы су іше отырып, асқазан қыжылын реттеп, қыжылды басуға болады. Беттің терісін жақсартады. Ағзада су жетпесе, бетте әжім, денеде тыртық көбеюі мүмкін. Таңертең аш қарынға ішілген 2 стакан су терінің жұмсаруына жақсы әсер береді. Шаш өсіреді. Шаштың 1/4 бөлігі судан тұрады. Егер ағзада сұйықтық жетпесе, шаш жұқарып, соңы түсуге әкелуі мүмкін. Неміс дәрігерінің айтуынша, аш қарынға ішкен судың пайдасы күндізгі ішкен судан әлдеқайда пайдалы. Әсіресе шаштың өсуіне жағымды әсер етеді. Бүйректегі тасты шаяды. Су асқазан қышқылын сұйылтып, ағзадан токсиндерді шайып шығады. Содан бүйректе тас пайда болуы мен қуыққа инфекция жиналуының алдын алады. Иммунды жүйе күшейеді. Аш қарынға ішілген су ағзаның лимфатикалық жүйесін қалыпқа келтіріп, вирус пен бактерия сынды ауру туғызушы патогендерге қарсы иммунды жүйенің күшеюін қамтамасыз етеді. Достар, видео сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.